Лев Николаевич Гумилев 1912 жылы 1 қазанда дүниеге келген және екі танымал ақын Анна Ахматова мен Николай Гумилевтің ұлы болған. Бұл тарихшының өмірбаяны, жеке өмірі мен мұрасы көптеген адамдар үшін үлкен қызығушылық тудырады. Ол ғалым ретінде де, ұлы ақындардың ұлы ретінде де ерекше. Лев Гумилев орыс тарихшысы, этнолог, географ және тарих ғалымдарының докторы. Ол биолюметтік категориялар ретінде этностар мен адамзат туралы ілімнің авторы. Лев Николаевич этногенезді, оның биоэнергетикалық үстемділігін зерттеді. Оны ол құмарлық деп санады. Лев Николаевич 1934 жылы Ленинград мемлекеттік университетінде тарих факультетіне оқуға түседі. Алайда бірінші курстың соңында ол бірінші рет қамауға алынады. Көп ұзамай Лев Гумилев босатылады, бірақ ол ешқашан университетті бітіре алмады. 4-ші курста 1938 жылы ол студенттік террористік ұйымға қатысқан үшін қайтадан қамауға алынады. Гумилев 10 жылдық лагерінде сотталды. Кейінірек оның тағдыры жеңілдетті. Лев Николаевич Норильскте 5 жылдық жазасын өтеуге керек еді. Осы уақытқа дейін 1943 жылы Лев Николаевич 1934 жылы Ленинград мемлекеттік университетіне тарих факультетіне оқуға түседі. Алайда бірінші курстың соңында ол бірінші рет қамауға алынады. Көп ұзамай Лев Гумилев босатылады, бірақ ол ешқашан университетін бітіре алмады. 4-ші курста 1938 жылы ол студенттік террористік ұйымға қатысқан үшін қайтадан қамауға алынған. Гумилев 10 жылдық лагерде сотталды. Кейінірек оның тағдыры жеңілдетті. Лев Николаевич Норильскте 5 жылдық жазасын өтеуге керек еді. Осы уақыттан кейін 1943 жылы Турханскте және Норильск маңында жұмыс істеді. Сол кезде Гумилев майданға аттанды. Ол жеңіске дейін зенитчикпен соғысқан. Лев Николаевич Берлин өзіне дейін жетті. 1946 жылдың ол университетінде сыртқы емтихандар тапсырды. Содан кейін КСРО ғылыми академиясының шығыстану институтында білім жалғастырды. Онда аспирантурада оқыды. Оның кандидаттық диссертациясына дайын болды, бірақ 1947 жылы ВКБ ОК қабылданған Ленинград және Звезда журналында туралы жарыққа байланысты ғылыми институтына шығарылды. Бұл қаулыда Анна Андреевна Ахметованың шығармаларымен айыпталды. Бірақ қиындыққа қарамастан Лев Николаевич Ленинградтың ғылыми топтарының қолдауының арқасында диссертация қорғай алды. 1949 жылы жаңа тұтқындау қайтадан қамауға алынған. Гумилев арнайы кеңестің жұмысына қатысқан прокурор оған үкіммен мағынасына осылай түсіндіріп айтты. Сіз қауіпсіз, өйткені сіз сауатсыз. 1950 жылы 11 қазанда ол Челябинск жөнелтеу түрмесіне сатылды. Ол жерден кезекті кезеңмен Қазақстанға жөнелтілді. Қарағанды маңында ол 1956 жыл ғана босатылды және ол кезде толық ақталды. Гумилевтің іс-әрекетіне қылмыс құрамына табылғанымен белгілі болды. Барлығы Лев Николаевич 4 рет қамауға алынған. Жалпы алынғанда ол Сталиндік лагерінде 15 жыл өткізуге мәжбүр болды. Лев Гумилев өзін соңғы еуразиялық деп саналды. Соған қарамастан ол жасалған этногенез теориясын еуразиялық тек жалпы түрде ғана ұқсады. Тарих сияқты ғалым тұрғысынан ғалымның ойлары теория деп санауға болмайды. Алайда Лев Гумилев ең алдымен тарихшы әріптестеріне емес, кеңестік техникалық интеллигенцияға жүгінді. Осы уақытқа дейін техникалық интеллигенцияның кеңес одағында тарихи ғалым емес, үгіт-насихат құралы болып табылды. Ол бұрмалаған деген сенімге ие болды. Лев Николаевич тарихи гипотезаларды ғалымдардың күмәнімен тудырды. Өйткені олар расталмады. Алайда Гумилевтің жанкүйерлерінің көз алдында этногенез теориясы бұдан еш ұтылған жоқ. Лев Николаевич тарихты жалғастырушысы ғалымдардың тұрғысына бағаланды. Ал олардың ғылыми зиялылары гуманитарлық ғылымдарға қарағанда аз бұлғызылған деп саналды. 1987 жылдың жазында 75 жасында зейнетке шыққаннан кейін ол география факультетінің жетекші ғылыми кеңесшісі болып қала берді. Гумилев ғылыми және жариялау белсенін төмендетпеді. Алайда Коломенская көшесіне көшкеннен кейін көп ұзамай өмірдегі алғашқы жеке пәтерге Лев Николаевич инсульт алды. Ішінара сәл болып қала берді. Кейінірек ол барып жазудың және қонақтарын қабылдау жалғастыруда, бірақ ешқашан толық қалпына келмеді. Инсульт пен ойық жараны салдарынан аяқ ауыры қосылды. Бұл оны 1980 жылдың басында қол астында сабаққа бару мәжбүр етті. 1990 жылдың күзінде ол соңғы дәрісін оқыды. 1992 жылы 15 маусымда Санкт-Петербургте
екі ұлының әкесі тарихшы, этнограф, философ Лев Николаевич Гумилев қайтыс болады.